Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары. Ораза айы қабыл болсын. Ораза айында тілеген дұға тілектеріңіз орындала берсін. Бүгін біз өте дәмді, бұрыннан келе жатқан біздің ұлттық тағамдарымыздың бірі десек те болады. Жұқпа көже, жұқпанан жасайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызды алып, бір пиала суымызды құямыз. Мен бұл жерде бір зуала қамыр жасадым. Егер сіздерге көп керек болатын болса, мөлшерін көбейте бересіздер. Бір шай қасық тұзымызды саламыз. Оның үстіне бір ас қасықтай сұйық майымызды құйып, ұнымызды еліктен өткізіп, қамырымызды илеп аламыз. Қатты жұмсақ қылмай, қатты қалың қылмай, қолға жабыспайтындай етіп, орташа қылып қамырымызды илеп аламыз. Міне қамырымызды илеп алдық. Енді иленген қамырымызды 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Бізде 20 минут өтті. Демалған қамырымызды алып, майда-майда бөліктерге өзімізге жаюға ыңғайлы етіп бөліп аламыз. Бөлінген қамырларымызды майда-майда зуалалар жасап қоямыз. Бөліп дайын болған қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Міндетті түрде жұқа болу керек. Қалың болса таза піспей дәмсіз болып қалады. Жұқа қылып жаямыз. Міне қамырларымыздың барлығын жайып алдық. Осындай жұқалықта болу керек. Жұқалықтығы сонша бір бетімен бір бетін қараған кезде барлық келесі беттегі заттар көрініп тұру керек. Енді табамызды қыздырып май құймаймыз. Қызған табамыздың бетіне қамырымызды салып, екі беті қызарғанша кезекпен пісіріп аламыз. Басында табамыздың астын қатты қойып, уже келесі қамырларымызды пісірген кезде табамыздың астын жай қоямыз. Болмаса қатты күйіп, шикі болып қалады. Міне екі бетін осылай кезекпен пісіріп аламыз. Міне біздің жұқпа нандарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ болмайды. Піскен кезінде қатып қалады, қатты болып. Пісіріп қойып, холодильникке қойып сақтап, кейінде пісіріп жіберуге болады. Өте дәмді болып шығады, әрі тойымды тамақ. Енді нанымызды дайындап болған соң, бір ыдысымызды немесе қазан кастрөлімізді аламыз да, өзімізге керекті мөлшерде жаңа жұқпа нандарымызды осылай бөліп аламыз. Мен бұл жерде 2 жұқпа нанды пайдаландым. Барлығын осылай бөліп аламыз. Нанын турап дайындап алдық. Енді нанымыздың бетіне қайнаған суымызды құямыз. Суымыз міндетті түрде қайнаған, ыстық болу керек. Суымызды құйып болған соң, дәміне қарай тұзымызды салып, араластырып, жұқпа көжеміздің бетін 20 минутқа жауып қоямыз. Міне бізде 20 минут өтті. Енді көжеміздің үстіне айранымызды құямыз. Бұл жұқпа көжеміз осы айранымен және тоң майымен дәмді болады. Айранымызды араластырып болған соң, үстіне тоң майымызды саламыз, немесе кесеге әркімге құйып берген кезде сол кесесіне салып берсеңіздер болады. Әр адам өзі дәміне қарай жаңағы тоң майымызды қоса береді. Тоң майымыз қолдың сары майын қыздырып тұшытып алған майды тоң май деп атаймыз. Майды міндетті түрде қосу керек. Осы майымен дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Өте дәмді болады.